Алан, түбірлес сөздер дегеніміз не? Мына сөздерден осы сұрақтың жауабын табуға болады. Бір түбір арқылы жасалған туынды сөздер түбірлес сөздер деп аталады. Мысалы, достық, достас түбірлес сөздер. Ал достасу деген сөз қандай мағына береді? Достасу сөзі дос болу деген мағынаны береді. Түсінікті. Алан, сен не жазып отырсың? Мен досыма хат жазайын деп отырмын. Алан, хат дегеніміз не? Хат біреуге хабар жіберу үшін жазылатын мәтін. Хат жазу талаптары. Хат түсінікті әрі қысқаша жазылуы керек. Хат жазуда да басы, ортасы, соңы болады. Хаттың басы амандасудан, хал сұраудан басталады. Ортасында өзі туралы айтады. Соңында қош айтысып, аты жөнін жазады. Хат жазуда тыныс белгілерін дұрыс қою керек. Хабарлы сөйлемнің соңына нүкте қойылады. Сұраулы сөйлем болса, соңына сұрау белгісі қойылады. Көңіл күйді білдіретін сөйлем болса, леп белгісі қойылады. Хат қаратпа сөзден басталады. Хат қатесі жазылуы керек. Түсінікті, көп рахмет.